Мына матчта нені көрмедік? 7 гол, қызыл қағаз, пенальти, айып соққысынан гол, шеберлікпен бірнеше ойыншыны алдап өткен голдарды да көрдік. Финал ма? Нағыз финал. Негізі кейде қатты күтіп қалып үміт артқан матчтарын іш пысырарлықтай өкіндіріп жібереді. Алайда бұл жол емес. Тамақ жеп отырғандардың тамақтары мұздап, шай ішіп отырғандардың шайлары суып қалған жайттар бар. Себебі мұндай матч көріп отырып, көңіліңді басқа жаққа аудара алмайсың. Көп созбай Испания суперкубогының финалына жол жасайды. Эл Классико ойдағыдай өтті. Сіздермен бірге желаяқтарыз, және де оның жүргізушісі мен Бипан. Маған қолдау ретінде видеома лайк басып, арнама тіркеле кетіңіздер. Және менен бір өтініш бар. Ағамның анасының жағдайы қазір жақсы емес. Сіз біз болып жәрдемдесіп жіберсек, Құдай қаласа барлығы жақсы болады дегенге сенемін. Керекті ақпараттардың бәрін экран бетіне де төменге де қалдырып кетемін. Баршаңызға Аллах разы болсын. Матчқа кірісіп кетпей алдымен екі жақтың құрамасына тез көз жүгіртейік. Екі жақта ең мықты деген құрамдарын шығарған. Алайда алаңда біз білетін Реал сапынан Карвахаль, Милитао және Барса сапынан Тер Штеген жоқ. Себебі олардың барлығы жарақат үстінде. Айтпақшы, матч Испанияда емес, Сауд Арабиясындағы Джидда қаласында өтуде. Ойын басталды. Екінші минутта Ямаль әдемі соққы жасап, Куртуаға аздап жұмыс берді. Доп бұрыштамада. Бірақ бұрыштамадан дымда шыққан жоқ. Араға 2 минут салып Барселона жастары тағы да шабуылды бастады. Ямаль оң қапталда шалған Гавиге, ал ол ортадағы Рафиняның басына тастайды. Куртуа тағы да орнында. Бүгін салдырмауға тырысамын деп өзіне уәде бергендей. Бірақ біз матч соңындағы есепті білеміз. Сонымен соққысы тағы да бұрыштамаға кетеді. Ал осы жерде қызық басталды. Бұрыштама өте сәтсіз, себебі доп соңында Винисиуске келеді. Ол үйтіп барынша еңбектеніп, допты өзінде қалдырып, жылдамдығын қосқан Мбаппеге тастап, өзі ашық жаққа ашылуды көздейді. Ал Мбаппе допты ары тартып, бері тартып, Винисиустың ашылуға қиналып жатқанын сезгендей, өзі қақпаға теуіп матч есебін ашады. Қарымта шабуыл өте сәтті болды. Маған қызығы, Винисиусты жауып тұрған қорғаушы Винисиустың оңға қарай ашылғанын көрсе де Мбаппеге бар жатқаны. Себебі Мбаппенің тебетін барлығы біледі. Бірақ бәрібірде Мбаппені ешкім тоқтата алмады. 9 минутта Рафиняда тағы да әдемі сәт. Алайда өзінің соққысы сәл қисық болды, не ары жақтан аяғын тосатын адам табылмады. 22 минутта күнде ортада ашылған Левандовскийге шығарады. Ол тоқтатпастан артында көзі бар секілді артынан жүгіріп бар жатқан Ямальға береді. Әлі 17 жасар жас бала оңай ортаға сытылып, арғы бұрышқа тебе салды. Ешкім еш нәрсе істей алғанда жоқ. Себебі эпизод тым жылдам. Левандовскийдің пасының өзі лезде орындалған. Ямальдың жылдамдығымен жылдам шешім шығаруы есепті теңестірді. 33 минутта күнде айып алаңында тұрған Гавиге әуелетіп пас шығарады. Алайда Камавинга оған кедергі жасап, допты алып қояды. Осы кезде Барселона ойыншылары шулап пенальти сұрайды. Төреші ойна деп ойынды жалғастыртқызады. Не дегенмен де кішкене уақыт өткен соң төреші вар көре салайын деген шешіммен экранына жақындайды. Сөйтсе, расымен де пенальти екен. Камавинганың Гавиге қарсы кедергі жасағаны ережеден тыс екен. Табанымен тепсе де әдейі теппегені көрініп тұр. Одан қалса жанынан. Сол үшін төреші тек сары қағазбен шектелді. Меніңше бұл қызылға жақындау, бірақ қызыл қағаз емес еді. Сары дұрсау. Шамамен сол сары мен қызыл арасындағы бір көрсеткіш. Жалпы дөрекі сәт. Сонымен нүктеде Левандовский қақпаның оң жағына тепкенін Куртуа тауып қояды. Алайда соққы тым жылдам. Гол. Есеп 1-2. 39 минутта Куртуа пас беретін адамды таппай, алыстағы Винисиуске пас береді. Пасын Арауха күтіп алып күндеге бағыттап жібереді. Ал франциялық қорғаушы Рафиняның ашылып бар жатқанын байқап, әуелетіп пас тастайды. Рафиня баспен гол салды. Не деген гол мынау? Сұмдық гол ғой. Қорғаушылар қайда? Қақпашы қайда? Соққы дәл бұрышқа бағытталған. Пас та, соққы да ғаламат. Мен тіпті күнде пас шығарған кезде қайда шығарып тұр екен деп түсінбей қалдым. Себебі оператордың өзі камерасын әлі сол жаққа бұрып үлгермеген. Есеп 1-3. Бірінші таймға 9 минут қосылды. 9 минутқа дейін созатындай артық бос уақыттар көп болды ма? 6 минут десе я, мүмкін дерем. Бірақ 9 минутты білмей тұрмын. Дәл осы 9 минуттың соңғы секундтарында Родриго бұрыштамадан Камавингаға пас береді. Сосын қайта өзіне добалған Родриго Вальвердеге бергісі келеді. Алайда оны қарсылас команданың ойыншылары күзетіп алды. Себебі пас тым нашар. Қарымта шабуыл.
Ямаль Рафиньяға, ал Вальверде барынша Рафиньяны ұстағанымен доп Бальдеге келе салды. Бальденің арғы бұрышқа тепкені есепті тағы да өсірді. Есеп 1-4. Бірінші таймның өзінде есеп осындай болғаны таң қалдырады. Екінші таймның бас жағында Винисиустың шеберлігін көруге болады. Бекерден бекер алтын допқа үміткер емес қой. Осындай іс-қимылдардың арқасында қайда барса да командасына пайдасын тигізгісі келеді. Оң қапталдашылған Родригоға пас береді. Тоқтатпай тебемін деген ол қақпаның дәл бұрышына, дәл бағанасы мен маңдайшасының қиылысқан жеріне тигізеді. Әттең, кірген кезде сұмдық болар еді. Дәл осы сәттен кейін Барселона шабуылға аттанды. Қақпадан бастағаны сол еді. Марк Касадо Рафиньяға шығарып тұр. Ол болса ортаға сытылып бар жатып, қайтадан солға бұрылып, теуіп қорғаушылардың масқарасын шығарды. Әсіресе Чуамени қайда қарауым керек еді, мында қарайым ба, анда қарайым ба деп қайда қарарын білмей қалғандай. Бүгін екі жақтында бразилиялық ойыншылары жарап тұр. Бірақ екінші жақтың бразилиялық ойыншысы нәтиже келіп жатыр. Ол әрине Рафинья. 54-ші минутта қайтадан сол Рафинья аяғының сыртымен алға бағыттаған әріптесіне шығарам деген ойы сәтсіз болады. Орта жолда допты қарсылас команда алып қойып, жылдам қарымта шабуылға аттанды. Беллингем Маккуинге ұқсас Мбаппеге береді. Мбаппе тоқтамастан қақпашыны алдап өтемін деп құлайды. Төреші тағы да сенбей ойынды тоқтатпайды. Бірақ дәл ойынның басындағы сәттегідей бұл жолда кеште болса да вар қарайын деп Шеснеге қызыл беріп, айып соққыға мүмкіндік сыйлайды. Мен басында ойлаппын, пенальти деп. Сөйтсем, линияның сәл сыртында болған екен ғой. Нүктеде Родриго. Қиындау әрине, бірақ Родригоға ол әңгіме бопты ма? Пенальти тепкенде салады. Жаңа айтқанымды толықтырайын. Енді екі жақтында бразилиялық ойыншылары нәтиже шығаруда. Тамаша. Есеп 2-5. Сонымен Реал жай-жай қуып жетемін деуде. Себебі ойын аяқталуына әлі 30 минут бар және қарсылас команда 10-ақ ойыншымен қалған. Негізі осы сәттен кейін тағы да сұмдық сәттер көріп, есептің теннистікінде айналып жатқанын көрем дегенмін. Алайда онда еш нәрсе байқамадым. Бір мардымсыз шабуылдар болды. Әсіресе Реал Мадрид жақтан. Себебі Барселона 10 ойыншымен шабуылдарға шығуға аса зауқым болмады. Тіпті алаңға қосалық құрамнан дем береді деген ойыншылардың өзі дым қатырмады. Одан да сол Эндрик пен Гүлерді шығарғанда қайда пайдалы болар ме деп қоямын. Ал Барселона бапкері Флик болса барлығын тиянақты жақсы жасады. Бүгін ойында ол бапкерлік тактикадан да нәтижеден де ұтылған жоқ. Ойынның соңына қарай Мбаппенің тамаша іс-қимылынан кейін Беллингемде жап-жақсы сәт туындады. Бірақ күнде оған кедергі келдіріп, Беллингемнің де аяғы жөнді тимей сәт 0-ге теңеледі. Сонымен матч осымен бітті. Екінші тайм бірінші таймға қарағанда аса қызықты бола қоймады. Әсіресе соңғы 20 минуты. Бірақ жалпы матч сұмдық өткені рас. Барселона осылайша өткен жылғы жеңілісін қайтарғандай тамаша ойын көрсетті. Жалпы екі команда да әдемі ойнай білді. Өзіме матч қатты ұнады. Сіздермен бірге желі аяқтарнасы. Қолдау ретінде лайк пен тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Аман болыңыздар.